Селем YouTube әлем. Сіздермен бірге мен Аяулайын достар. Бүгінгі видео бізде мұғалімдердің типтері болады. Яғни біздің сектеде сүйкімді мамуляларымыздың екінші. И, конечно же, біздің сектеде сүйкімді учительницаларымыздың, апайкаларымыздың. Вот, ендеше мен қазір сіздермен бірге видеоны бастаймын. Бірінші менің образымда қарап алыңыздар. Мен ради вас, мен контент үшін келгенмін, короче. Вот, қараңыздар, мен сіздерге қазір өзімнің лугымды көрсетейін, я? Прикол. Вот, это нормально, ребята. Мне кажется, это нормально. Но қараңыздар, мен мына қашсам көрмеймін. Тапочки, вот эту в руки, но вот эту в руки. Юбка еще. Бірінші болып сіздермен именно ұрысқақ и недовольный апайлар туралы сөйлесейік. Ондай апайлардың қандай болатынын сіздер уже білетін шығарсыздар. То есть всегда бірдеңе десең ұрысқақта бір любой нәрсеге әрбір мелочқа ұрса береді да. Еще әрбір класстан да бір ешкімде шатағы жоқ, ұрысқақ емес, андай бір любой нәрсеге бәрібір да кісіге просто өзің үшін оқисың дейді да жүре беретін апайлар да болады. Балалар, мен сендерге қазір бір жібі беремін, соны жазып отыра беріңдер, я? Үй жұмысын орындадың ба? Жарайды. Енді мен үшін жазбайсыңдар, өздерің біліңдер. Жазасыңдар ма? Керекті бағаларымды қоямын да отыра беремін ғой. Класста добрая, андай бір күшті, кейде шаршаған кезде ештеңе істеткізбейтін, әрбір айтқан сөзіңе жарайды дейтін апайлар да болады. Балалар, үй жұмысын жазыңдар ма? Балалар, жарайды, тыныш отыра беріңдер. Шаршаған шығарсыңдар, я? Тыныш отыра берсеңдер болды. Ақырын ешкім көріп қалмасын ана телефондарыңды. Тыныш отырыңдар. Общительная семен сабақ уақытында всегда әңгіме айтып отыратын, сондай бір күшті араласатын апайлар болады. Класста қыздарың бар ма? Сенің жігітің бар ма? Өткенде әркімге бір тиісіп қалған, не завуч емес, не ештеңе емес, но просто тиісе беретін, киіміңе, шашыңа, сондай апайлар болады. Жинаш ана шашыңды. Немне киіп алғансың үстіңе? Жина ана шашыңды. Мектептің өзінің тәртібі бар, заңы бар. Сенімен бірге күшті общение ұстап, неше түрлі темаларды әңгіме айтып, сенімен бірге жақсы отношениядағы апайлар болады. Ертең не істейін деп жатсыңдар 9-дан кеткеннен кейін? Ой, не қыласыңдар, 11-ден ақ кете берсеңдерші. Ол қазір кеткенмен ешқандай пайда жоқ сендерге. Бір бетке андай а десең прям жолап жейін деп тұратын, андай бір недовольный апайлар болады. Сен тіл қайтармай сөйлей маған, ұқтың ба? Аузыңды жауып отыр. Немене жылынып отырсың? Сенің әрбірденге құқығың жоқ маған өйтіп сөйлеуге. БЖВ көшіртетін апайлар болады, сондай апайлар просто люблю. Ол кісілер просто так БЖВ-ны көшіре беріңдер, жарайды деп береді да. Ай, балалар, қазір ТЖВ таратып беремін. Соны, в общем, телефоннан жазып бере салыңдар, ема? Көріп қоймасын ешкім, дұрыстап жазып берсеңдер болды. Я, телефоннан қараңдар. Жауап білмейтін шығарсыңдар. Телефон жинап болады, телефон көрсе, сен бәрі именно сол апайдан қорқасың да. Сенің телефоныңды көрсе, сразу әкел дейді ғой. Сондай апайлар. Әкел телефоныңды. Әкел. Жоқ, ештеңе білмеймін, екінші қайталамайды деген сөз жоқ, әкел телефоныңды. Нервный апайлар болады, прям. Деп ше, андай бір нерві сауырып келе ма, сондай апайлар болады. Прям нервный. Өте прям нервныйлар болады, нервныйлар болады. В общем, ондай апайлар. Ана тақырыпты жазып шығыңдар. Ана тақта сүртілмеген. Сүрт бол. Итак, достар, сіздер, надеюсь, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сонымен осы видео осымен аяқталады. Алда әлі неше түрлі видеолар күтіңіздер. Так что, егер видео ұнаса, лайк басып, барнама тіркелуді ұмытпаңыздар.